Бәріңе сәлем. Бүгін бізде «Электрический штат» фильмі. Бейне басталмас бұрын арнаны қолдап, пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Егер жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп, бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. 1990 жыл. Кристофер мектептегі барлық мұғалімдерді таңғалдырды. Өйткені ол Эйнштейнге 3 күн қажет болған тестті небәрі бірнеше сағатта аяқтады. Оның әпкесі Мишель інісінің колледжге ерте түсетінін естіп, қатты қуанады және інісі үшін мақтанатынын айтады. Мектептен шыққан кезде бір сарбаз оның футболкасындағы мультфильмдік роботты байқап, оған соғыс жақындап келе жатқан ескертіп, бұндай роботтың суреті бар футболканы киюші болма деп ұрсады. Осыдан кейін фильм бізге қазіргі өмір туралы шындықты айтады. 1955 жылы Уолт Дисней өз саябақтары үшін алғашқы роботтарды әзірлеген. Бірақ та көп ұзамай адамдар роботтардың пайдалы екенін түсініп, оларды жаппай көп қылып шығарған. Қаншама жылдар бойы роботтар ешқандай қиындықсыз жұмыс істеді. Бірақ та бір күні олар құл болудан шаршап көтеріліске шықты. Олар өз құқықтарын талап етіп, бүкіл әлем бойынша жаңғақ мырзаның басшылығымен наразылық шерулер ұйымдастырады. Дебаттар еш нәтиже бермеді және адамдар мен роботтар арасында соғыс басталды. Үйлерінде робот ұстаған адамдар сатқын деп есептелді. Соғыс адамдар үшін сәтсіз жүріп жатты. Ал сержант Джон теледидардан оның есебін былай түсіндіреді. Роботтар тамақ ішпейді, ұйықтамайды және шаршамайды. Адамдар 2 жыл бойы роботтармен күрескенімен қайта-қайта жеңіліп қала берді. Бір күні орталық технология компаниясының негізін қалаушы Эйтан Скейт нейрокастер атты құрылғы ойлап тапты. Бұл құрылғы шлем тәрізді. Оны басына кигенде адамның санасын дрон денелермен байланыстыруға мүмкіндік береді. Осылайша адамдар роботтар армиясымен тең дәрежеде күресе алды. 2 апта ішінде соғыс аяқталып, адамдар жеңіске жетті. Ал бұл соғыста полковник Брэдбери басты қаһарман атанды. Жаңғақ мырза жер аудару туралы келісімге қол қойды. Осылайша 6000-нан астам робот шөлдегі оқшаулау аймағына қамалды. Олардың айналасы көптеген шақырымды қамтитын қабырғамен қоршалған. Біраз уақыт өткен соң Эйтан үйде қолдануға арналған шағын нейрокастер ойлап шығарды. Бұл құрылғы адамдарға саналарын 2-ге бөліп, яғни бір уақытта жұмыс істеп және демалуға да мүмкіндік береді. 1994 жыл. Мишель өзін асырап алған жеркенішті өгей әкесімен өмір сүреді. Қыз аяғындағы бақылау құрылғысын шешуге тырысып жатқанда, өгей әкесі Тед нейрокастер арқылы роботтың денесімен бөлмеге кіріп келеді. Ол басқа адамдар секілді өмірінің көп бөлігін виртуалды әлемде өткізеді және өзінің шынайы денесін мүлдем қолданбайды десе де болады. Мишель оның оқшаулау аймағынан заңсыз заттарды алып жүргенін көрсетіп, өгей әкесін кінәлайды. Ал сабаққа келгенде мұғалім де нейрокастер костюмінде отырады. Барлық оқушылар шлем киюге мәжбүр. Бірақ Мишель бас тартқандықтан оны директордың кеңсесіне жібереді. Директор Мишельдің отбасы апатқа ұшырағанның кесірінен түгелдей қырылып қалғанын түсінді. Соның ішінде кіші інісі де бар. Осыдан кейін Мишель үйге оралып, жол апаты туралы түс көреді. Ол ауруханада есін жиып, дәрігердің өзін бақылап тұрғанын көреді. Бірақ та оның жүзін есіне түсіре алмайды. Түнде қыз аулада көлеңке байқап, шамын алып шығады. Ол роботты байқағандай болып, қатты қорқып, өгей әкесін оятуға келді. Алайда ол оянбады. Ол нейрокастер әлеміне кіріп кеткен. Бұдан түк шықпағасын Мишель төсеніштің астына тығылады. Робот оны тауып алды. Робот қыздың інісі жақсы көретін мультфильм Космоның бейнесінде. Бірақ ол сөйлей алмайды. Сол үшін де Мишель Космоның дыбыс модулін жөндеп береді. Ол алғаш болып мультиктегі фразаларды айтады. Ал кейін бір суретті көрсетіп, мен сенің інің Кристофермін және сені іздеп келдім деп айтады. Алғашында Мишель оған сенбеді. Бірақ та Космо Кристофер қолданған қимылды қайталағанда, ол сене бастады. Осы кезде өгей әкесі үйде жүрген заңсыз роботты көріп, гольф таяғымен ұрмақшы болды. Бірақ робот оны сындырып тастайды. Өгей әкесі полицияға қоңырау шалмақ болғанда, Мишель оны электрошокермен есінен тандырады. Олар өгей әкесінің көлігіне мініп бірге қашып кетеді. Олар бұрынғы соғыс болған жерге келеді. Бұл жерде әлі де өліп қалған роботтардың денелері бар. Кристофер бар күшін салып әпкесіне оқшауланған жерге барып, көзілдірік таққан дәрігерді табуымыз керек деп әрең түсіндіреді. Кристофер әпкесіне өзінің әлі де тірі екенін айтады және көзілдірік таққан адам менің қайда жатқанымды біледі дейді. Мишель өгей әкесіне оқшауланған жерден заңсыз заттарды тасып жүрген бір жігітті есіне түсіреді. Ал енді оқшауланған жерге бару үшін сол жігітті тауып, ізінен аңдып жүруіміз керек дейді.
Мишель карта тауып алады, енді қайда бару керектігін біледі. Осылайша екеуі жолға шықты. Бірнеше күннен кейін олар белгіленген орынға келіп, үлкен жүк көлігінің келіп жатқанын байқайды. Ішінен бір жігіт шығып келген клиентке $15,000 оқталған револьвер сатып жатыр. Бірақ та клиент қолына револьверді алғанда ақша төлеуден бас тартып, жігітті атып тастамақшы. Сонда көмекке оның роботы келіп, сатып алушының көзін құртады. Енді саудагер жігіт пен оның робот досы андроидты жолдан алып тастап, бұл жерден кетіп қалмақшы. Дәл осы кезде Мишель мен Кристофер байқатпастан көліктің жүк салғышына кіріп кетеді. Робот Герман және досы Китс екеуі өздерінің базасына қарай бара жатыр. Бұл уақытта биліктегілердің бұйрығымен Мишель мен Кристоферді қолға түсіру үшін роботтарды аулаушы Маршал Брэдбери шықты. Китс пен Герм өте жақсы достар. Олар бір-бірін дос ретінде келеке қылады және бункердің ішінде тыйым салынған көптеген заттардың арасында өмір сүреді. Бұл екеуінің әңгімесін шақырылмаған қонақтар бұзып жіберді. Китс оларды дереу қолға түсіріп, кімсіңдер деп сұрайды. Сонда Мишель, біз оқшауланған жерге баруымыз керек. Қасымдағы робот емес, ол менің інім, және уайымдамаңдар. Оқшауланған жерге өзіміз бара береміз дейді. Олардың әңгімесін лифтімен түсіп келе жатқан робот аулаушы бұзып жіберді. Китс қаруын дайындап, Гермға Кристофермен бірге тығылып қалыңдар дейді. Китс Маршалды әңгімемен алдап, оны тұзағына түсіргісі келді. Бірақ та Маршал өте тәжірибелі. Маршал алдынан шыққан заттардың барлығын жойып, тек қана роботтарға шынайы шабуыл жасайды. Гермнің арқасында Маршалды кішкене уақыт бөгей тұрды. Олар кішкентай вагонға отырады. Бірақ та Китс кілтті табар емес. Китс әрең дегенде кілтті тауып, оқшауланған базаға бара жатыр. Осы жарылыстың арқасында Маршал тастардың астында қалды. Басты кейіпкерлер оқшауланған аймаққа өткенімен, олардың қайтатын жолы жабылып қалды. Китс осы жағдай үшін қызға қатты ашуланды. Қайтадан естеріңе салып кетейін. Оқшауланған аймақ дегеніміз соғыстан кейінгі тірі қалған роботтардың өмір сүріп жатқан аймағы. Енді бұл аймақтан шығып кететін орын жоқ. Мұндағы кейбір роботтар адамдарды, тіпті әрмен қарай өмір сүру үшін өздері секілді роботтарды да өлтіруге дайын. Мишель таудың ішінде болу керек дәрігерді іздеп табуға көмектесіңдерші дейді. Китс бұл жақсы жоспар деп ойламайды. Өйткені қыздың айтып отырғаны 480 шақырым жерде. Бірақ та қайтатын жол жабылып қалғандықтан жігіттің келісуден басқа амалы қалмады. Китстің бұл аймақта гаражы бар екен. Робот Герм таң қалдырудан жалықпайды. Ол гараждағы өзінің үлкен көшірмесіне кіріп, оны басқару арқылы жолдарын жалғастырды. Мишель дәрігерді не үшін іздеп жүргенін айтады. Бұл дәрігердің інісінің денесін ұрлап кеткен адамдармен байланысы бар деп топшалайды. Осы уақытта Скейт мырза өзінің адамдарынан Кристофердің роботтары қашып кеткенін естиді. Соның кесірінен жүйе істен шыға бастаған. Егер де роботты тауып, бір аптаның ішінде баланың ақыл есін компьютерге орнатпасақ, программаның толығымен істен шығатынын ескертеді. Скейт мырза бұл іске әскери маршалды жалдайды және оған роботты сау күйінде әкеліп бер деп тапсырады. Мишель достарымен бірге белгіленген орынға келді және ескірген супермаркетті көреді. Жергілікті роботтар шақырылмаған қонақты көріп, катапультымен шабуыл жасайды. Робот Германның үлкен көшірмесі бұзылып қалды. Сөйтіп қайтадан қарапайым кейпіне енеді. Олар қолға түсті және барлығын супермаркетке әкелді. Приказываю этим вратам подняться! Іште тату-тәтті өмір сүріп жатқан көптеген робот машиналар бар. Әркім өз жұмысымен айналысады. Тако пианинода ойнайды. Ал шаштараз робот Китстің шашын көріп мәз болып қалды. Оларды жаңғақ мырза қарсы алып, кешкі асқа шақырады. Бірақ та таңертең олар кетуі керек. Өйткені адамдардың мұнда болуы роботтар мен адамдар арасындағы келісімді бұзады. Сонымен қатар жаңғақ осы адамдардың кесірінен басқа роботтардың зардап шеккенін қаламайды. Олар көзілдірік таққан дәрігер туралы сұрайды. Сонда жаңғақ мырза кезінде осы жерге дәрігер келген, бірақ оны да қуып жібердік дейді. Осыдан кейін Мишельге хатшы робот келіп, кезінде дәрігердің Кристоферге тастап кеткен хатын береді. Хаттың ішінде дәрігер өзін қайдан іздеу керектігін жазып кеткен екен. Мишель дәл қазір жолға шыққысы келеді, бірақ та Китс түн қауіпті, одан да демалып ертең шығайық дейді. Түнде Кристофер өзінің сүйікті мультфильмін қосады. Мишель інісі екеуі осы мультикті қалай көргенін есіне алады және осындағы роботтың барлығы айналасына жиналып қалады. Сонда жаңғақ мырза бұл қыздың басқа адамдарға ұқсамайтынын түсінді. Осылайша жаңғақ мырза ойланып, қызға көмектесемін деп шешті. Таңертең ол мықты батыр роботпен таныстырады. Бейсболист робот қаншама арамза роботтарға төтеп бергенін айтады. Енді осындай отряд жиналып, олар жолға шықты.
Олар түнделетіп аттракцион паркіне келеді. Оларды жан-жақтан арамза роботтар қоршауға алды. Бейсболист робот бірнешеуін қиратады, бірақ та олар өте көп. Олардың барлығы бір есіктің алдына келіп, төменге қарай құлап кетті. Сонда оларды алдынан дәрігер Амчерст күтіп алады. Дәрігер апат болған күні не болғанын айтады. Кристофер шын мәнінде қайтыс болмаған. Ол комада жатқан. Дәрігерлер баланы МРТ-ға кіргізгенде, оның әлемдегі ең ерекше бала екенін анықтаған. Сол кезде дәрігер Мишельге інін қайтыс болды деп айтуға мәжбүр болған. Өйткені Кристофер роботтармен қарсы шайқаста адамдарға жеңіс әкеліп беруі мүмкін болған еді. Ал қазіргі таңда дәрігер өзін кінәлауда. Өйткені ол Кристофердің болашағын байлап тастайтынын білмеген еді. Зертханада бала комада жатса да, оған зерттеу жұмыстарын жасай берген. Кристофердің миының базасы арқылы нейроинтерфейс жасап шығарылған. Ал қазір бұны бүкіл әлем пайдаланады. Күндердің бір күні Кристофер есін жиды. Дәрігер оны босатқысы келген, бірақ та оны араласпа деп ысырып тастаған екен. Сонда дәрігер кетерден бұрын Кристофер өзін тауып алу үшін координат қалдырып кеткен екен. Мишель дәрігерге қатты ашуланды, бірақ та дәрігер басты зертханаға алып баратын жалғыз адам. Сонымен қатар дәрігер қасындағы робот компьютерге мен білетін нәрсенің барлығын салып қойдым дейді. Бұл компьютердің программасы менің миым секілді, яғни менің көшірмем дейді. Олардың әңгімесін Кристофердің ізінен келген Маршал бұзып жіберді. Жаңғақ мырза барлығын қашырып, Маршалмен өзім шайқасамын дейді. Алайда сыртқа шыққанда тағы да бірнеше әскерилер келіп, оларға шабуыл жасайды. Жаңғақ батылдықпен шайқасады, бірақ та соңында жеңіліп, шляпасынан айырылды. Бейсболист дрон әскерінің сазайын беруде, ал басқалары оған көмектеседі. Алайда дрон әскері өте көп. Мишель мен Кристофер тығылайын дегенде, Маршал оларды тауып алады. Дәрігер оларды құтқарамын деп шешті. Сөйтіп ортаға шығып, Маршалға сен тек роботтарды өлтіруге арналғансың дейді. Маршал дәрігердің сөзіне келіседі, бірақ та Скейт мырзаның өзі келіп, дәрігерді өлтіреді. Кристоферді алып кетеді, ал Мишельді бір дрон келіп қолын қайырып жатады. Сонда Маршал қасына жақындап, қызды құтқарып, оны босатады. Роботтар Мишель және Китс супермаркетке қайта оралды. Бұл жердің астан кестені шыққан екен. Роботтардың көпшілігі жарақаттанған және көпшілігі қаза тапқан. Мне так жаль, друг мой. Мишель енді не істерін білмейді. Оның көңіл күйі түсіп кеткен. Сонда оның алдынан шаштараз роботтың көңілі қалмасын деп шашын алдырған Китс шығады. Жігіт Мишельге барлығын қалпына келтіріп, сенің ініңді құтқаруға әлі де кеш емес дейді. Кезінде Китстің өзі роботтармен қарсы шайқаста соғыста болған және бұның дұрыс емес екенін көрген. Китс айтады, біз Кристоферді құтқарып қана қоймай, компанияны толығымен тоқтатып, роботтарды бостандыққа шығаруымыз керек дейді. Осындай сөздерден Мишель шабыттанып, барлық роботтардың алдына шығып сөйлейді. Мишель Скейттің компаниясына шабуыл жасап, өздерінің өмірлері мен құқықтарыңды қорғау үшін күресуіміз керек дейді. Роботтардың да қалауы осы. Бірақ та Жаңғақ мырза, достарымның барлығы қаза таба ма деп қорқамын дейді. Бірақ та Мишельдің қайтпас қайсарлығынан кейін Жаңғақ мырза да шайқасуға келіседі. Пойду-ка я возьму свою шляпу. Осы уақытта Скейт мырза Кристоферді денесімен байланыстырады. Бұны Маршал да бақылап тұр, бірақ та оған Скейттің істеп жатқан тірліктері ұнамады. Әсіресе адамды өлтіргені, яғни әлгі дәрігерді өлтіргені ұнамады. Китс пен Герман ғимаратқа шабуыл жасады. Бұл үшін Герм өзінің ең үлкен көшірмесін қолданды. Олар адамдардың назарын аудартып, кейін қарай шегінеді. Өкінішке орай Герм өзінің ең үлкен көшірмесін тез жоғалтты. Олар өз әскеріне оралды. Соғыс басталып кетті. Роботтар жақсы шайқасуда, ал дрондар оларға қарсы ештеңе жасай алмай жатыр. Дәл осы уақытта Мишель дәрігердің көшірме компьютері арқылы ғимараттың ішіне кірді. Компьютер өзінің қорқынышты бейнесімен іштегі ғалымдарды қашырып жібереді. Кейін ол Мишельге Кристофермен байланысқың келсе, шлемді басыңа ки дейді. Осы уақытта Маршал шайқас болып жатқан жерге келіп, қаншама бауырларың қайтыс болды, сен не үшін әлі де шайқасып жүрсің деп сұрағанда, Жаңғақ мырза, кей кездері тек қана өлу арқылы өзіңнің тірі екеніңді көрсетуге болады деп жауап береді. Осындай жауапқа қанағаттанған Маршал, мен сендерге кедергі болмаймын деп қаруын түсіреді. Я, наконец, вижу того, кто менее человечен, чем робот. Мистер Скейт басына шлем киіп, ең мықты әскери дронды пайдаланады. Ол бірнеше роботтың көзін құртты, ал енді хатшы роботты өлтірейін деп жатыр. Алайда Тако хатшы робот үшін өзін құрбан етеді.
бұл дрон тіпті үлкен роботты да өлтіреді. Бұл мықты дронға төтеп берген тек қана біздің батыр Герман болды. Осы уақытта Мишель өзінің інісімен виртуалды шындықта көріседі. Інісі оған сен мені бұл жерден алып шыға алмайсың дейді. Және әпкесіне қазіргі сәт соңғы бірнеше жылдың қасында ең жақсысы. Енді ол комада жатқан денесімен байланысты. Ал егер де менің денемді жүйеден ақтып тастасаң, мен сонымен бірге қаза табамын және құрылғы әлем бойынша жұмыс жасамайтын болады дейді. Сонымен қатар Кристофер әпкесіне менің денемнен жүйені ажыратып таста. Солай жасау арқылы Нейтан Скейттің зұлымдығын тоқтатамыз дейді. Бірақ та Мишель бұлай жасай алмайды. Осы уақытта Герман шайқасып жүріп екінші көшірмесінен айырылды. Енді ол қарапайым пішімінде. Скейт мырза зертханаға біреулердің кіргенін естіп, сол жаққа бару үшін шлемін шешеді. Алайда оның алдынан жаңғақ мырза шықты және ол Скейтті ешқайда да жібермейді. Герман тағы да бір дронмен шайқасып, оны жеңеді. Бірақ та өзі жарақат алып қалды. Похоже, я выхожу в энергосберегающий режим. Герман өшіп қалды. Бірақ та соғыс әлі біткен жоқ. Мишель батылдық танытып, інісін жүйеден ажырату үшін батырмаларды басады. Дрондардың барлығы істен шықты және Скейт мырза өзінің жеңілісін тамашалауда. Роботтары жеңіске жетті, бірақ та бейсболист жеңіс әрдайым қуанышты болмайды деп айтады. Китс Германның қасына келіп қатты жылайды. Менің сенен басқа досым жоқ, сенсіз қалай өмір сүретінімді білмеймін деп те ақтарылады. Тіпті оны қатты жақсы көретінін және сағынатынын мойындайды. Бірақ та кенеттен Германның басы ашылады және сол жерден Германның тағы да кішкентай көшірмесі шығып келе жатыр. Герман Китстің айтқан сөздерінің барлығын естіген екен және бұл сөздерді досына қайталап мазақ қылып күледі. Биліктегілер Эйтонның балаға тәжірибе жасағанын біліп қойды және оны абақтыға қамайды. Сонымен қатар билік Эйтонның зұлымдығын роботтармен бірге бір қыздың тоқтатқанын білді. Осы жағдайдан кейін роботтарға салынған санкцияны алып тастады. Бірнеше күннен кейін Мишель халыққа видео үндеу жасап, жалғызсыраған адамдардың барлығын жаңа өмір бастау үшін бұрынғы оқшауланған аймаққа шақырады, яғни роботтардың аймағына. Осында өмір сүріңдер және жаңа отбасы құрыңдар дейді. Олар барлығы бірігіп осы жерді көркемдеп дамытатын болады. Космо қоқысқа тасталады. Бірақ та фильмнің соңында судың бетінен қозғалып жатқан космоның бейнесін көреміз. Осылайша фильм аяқталады. Фильм сізге ұнады ма? Комментарийге жаза кетіңіз. Және де арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Ал келесі шығарылымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше амандықта, саулықта болайық, достар.